Сәлеметсіздер ме? Мен 27-ші орта мектеп лицейіндегі 2-ші А сынып оқушысы Медетқызы Айбанумын. Бүгін әжем екеуміз әжемнің ертегілері челленджіне қатысып отырмыз. Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз Айбану немерем екеуміз ертегілер әлеміне саяхат шығып жатырмыз. Мен немерелеріме әрқашанда ертегі оқып беріп тұрамын. Бүгін немереме дос туралы ертегі оқып бергім келіп отыр. Екі дос пен аю деген ертегінің тақырыбы, Айбану. Бір күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі, екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. Алайда не істерін білмей тұрғанда ойына өлген адам сияқты жерге етпетімнен жата қалсам, бәлкім құтылып кетемін деп жерге жата қалады. Аю келіп оны иіскелей бастағанда демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң талға өрмелеп кеткен досы төменге түсіп, досының қасына келіп күліп, айтшы, ал аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады дейді. Сонда досы, досыңа қауіп қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адаммен дос болма дейді. Достық туралы ертегі осылай аяқталады. Достыққа адал болу керек, дос бола білу керек. Осындай ертегілерді көп тыңдау керек, балам. Жақсы ма? Әже, рахмет, осылай ертегі оқып беру маған ұнайды. Шынымен де досты сатпау керек екен. Ақуды атпа, досыңды сатпа деген босқа шықпапты. Барлығымыз осы ертегіні тыңдап жүрейік. Сау болыңыздар.